кәрі қойлар байлап отыр. Жезқазғандық бір кісі кеше маған консультацияға хабарласты. Кәрі қойлар байлап отыр екен. Кебек беріп отыр, жоңышқа емес, жай простой шөп беріп отыр екен, бірақ семірмей жатыр дейді. Неге деп хабарласыпты. Жалпы кебекпен қойды семіртуге бола ма? Кебекпен қойды семіртуге болады, бірақ тек қана кебекпен емес, оны тек араластыру ретінде ғана беруге болады. Қандай жеммен араластыруға болады? Кебекті бір қойға, қысқаша былай айтайыншы, бір қойға күніне 300 грамм арпа, 200 грамм кебек, 100 грамм күнжара, жымиқ дейді ғой. Сосын 1-1,5 килограмм жоңышқа бересіз бір қойға. Дәл осылай берген кезде қойыңыз 30-35 күнде семіріп дайын болады. Біліп жүріңіздер. Ал енді жаңағы кісінің бір вопросы, ол кісілерде Жезқазған жақта жоңышқа тапшы екен, сосын жем жаңағында арпа, сұлы деген нәрселерде ол жақта кішкене қиындау екен мәселе, Жезқазған жақта. Енді ондай кісілерге, басқа да кісілерге айтарым, мына жаңағы айтылған жеммен қоса күнделікті малға қораға кіргеннен кейін альбенін құртын түсіретін ивермегін салғаннан кейін обязательно міндетті түрде рыбы жир беріңіздер, балықтың майын беріңіздер. Балықтың майы бір қойға 5-7 грамм арасында 5 күн 7 күн қатарынан бересіздер. Одан кейін бір апта демалтып тағы солай бересіздер. Екіншіден, витабутан немесе ветазал құрамында бутафосфан составындағы осындай витаминдерден бересіз. Бұл витаминнің ерекшелігі, бұлар зат алмасу, обмен веществ дейді ғой, зат алмасу, асқазанның зат алмасу қызметін реттейді. Бұл ешқандай зиян емес, химия емес, ана жатып неткендер білмей айтып жүрмеңіздер. Бұл малдың асқазанның жұмысын жақсартады. Яғни сіздің малыңыз ашық, ұлы сөзде ұяттық жоқ, біреулер осы сөзге қадалып жүрмеңіздер. Мал ашық түрде айтқан кезде жеп, сиіп, тышып тастап жатыр, сіздің қойыңыз болсын, сиырыңыз болсын. Ал жаңағы витамин сол жеген нәрсесін сиіп, тышып тастай бермейді, көп мөлшерде бөлігін асқазанына сіңіртеді. Сонда мал тез семіреді. Осы нәрсені міндетті түрде қосып беріңіздер. Тағы да сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар.